Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында ашуланшақ адамдарға арналған кеңес туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ашу мен ыза ақымақтықтың белгісі. Сондықтан ашуланған адамға дауыс көтерудің орнына өзіңіз бір мезгіл дамыл табыңыз. Ренжісіп, оны да өзіңізді де қинамаңыз. Өйткені істі қайта қалпына келтіре алмайтындықтан, оның болашақта қайталанбауы үшін әрекет жасаңыз. Ашық түрде әңгіме көмектесуі керек. Айтылмаған сөзге сен өзің қожасың, ал айтылған сөзге сен өзің құлсың деп айтқандай, қандай жағдай болмасын, іште келіп тұрған сөздерді айтпай, сабыр сақтаған жөн. Ашумен айтылған сөздер уақыт өтіп ұмытылып кетеді. Сізді қанша жерден ашуландырып тұрса да, ол адамға ештеңе айтпастан көзіне тіке қарап кетіп қалыңыз. Бұл әрекетіңіз оған әсер етеді, оны ойландыруы мүмкін. Бұл қадамыңызбен сіз оның қателігін бір сәт сезіндіресіз. Айыпты адамның алдында абыройыңыз арта түседі. Осыны есте сақтаңыз. Барлығын ашумен емес, кешірген адамның кейпімен, риясыз көңілмен жасалыну керек. Ашуланған адамға қарымта қайтармаңыз. Ол кезде сіз ұтыласыз. Мұндайда міз бақпай, шыдамдылық танытып күтіңіз. Өзіңізді қоярға жер таппай, бойыңыздағы теріс әрекетті сыртқа оған шығарып жүрмеңіз. Жаныңызды түсінетін, ондайда жақын адамыңызбен сөйлесіңіз. Сырласып, сырыңызды ақтарыңыз. Өзіңізге іштей тоқта деп айтып, оны әдетке айналдырыңыз. Өмірде кешірілмейтін күнә мен кінә жоқ. Кімнің қателескені, кімнің қателеспегенін, жасағанын ажыратып айыратын сіз емес. Әркім өзінің амалына қарап жауап беретін болады. Ашуланған адамыңызға ренжігеніңізді білдіргіңіз келсе, оның телефон қоңырауларына біраз уақытқа дейін жауап бермеңіз. Өзіңізге өзіңіз келудің тағы бір жолы жеке қалып, ән тыңдау немесе серуендеу. Егер сіз тым қатты ашуланшақ болсаңыз, мына әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Бір жігіт өте ашуланшақ, тым беймаз екен. Өзінің бұл әдетінен арылу үшін көмек сұрап бір данышпанға келеді. Сонда ол жігітке іші шеге толы дорбаны беріп, әр ашуланған сайын бір шегені алып, бақшасындағы ең алыс орналасқан бір ағашқа қағуға кеңес береді. Жігіт үйіне қайтып келеді. Бір кезде бір нәрсеге ашуланады да, шеге есіне түсіп, бақшасына шығып, ең шетте орналасқан ағашқа қағып келеді. Арада біраз уақыт өткенде ашуланып, бақшаға барып, шеге қағып жүргеннен гөрі ашуланбай отырғаны әлде қайда оңай екенін түсінеді. Данышпанға қайта келіп, бұл ойын айтады. Қария жігітпен бірге бақшасына келеді де, әлгі ағашқа қағылған шегелерді біртіндеп алып таста дейді. Барлық шегелерді суырып тастаған жігітке данышпан: көрдің бе мына іздерді? Дәл осы сияқты, егер сен ашу үстінде біреуге қатты сөз айтып ренжітер болсаң, ол адамның жанына жазылмастай жара саласың. Сондықтан әрқашан сабырлы болуға тырыс. Ал егер біреуді ренжітіп алсаң, алдымен Алладан, содан соң сол адамнан кешірім сұрауға асық дейді. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.